Алла тағаланың құдіреті шексіз. Мен өзім осы жолға келер кезде, яғни ізденіс барысында айттым ғой, аянмен өмір сүрдім. Енді ақыретке сенбеген Раббыларыңа өзгелерді тең тұтып серік қосаттардың әуеліктерін еруші болмаңдар деп Құран кәрімде ескерту жасап жатқан кезімде, жолдасымда түсіме кіріп бұл жақта қабылдамай жатқанын, расында Алла тағаланың құдіреті шексіз, намаз оқу керектігімізді айтып жатты да. Енді мұсылманның парызы ол намаз оқу, Аллаға құлшылық жасау, шынайы түрде құлшылық жасап, Алласына мойынсұнған адам өтірік айта алмайды, шындықпен өмір сүреді. Енді өз басыма келетін болсам, осы кезге дейін адамзат баласының көңілін табу үшін, қайын жұртым, ата-анамның абыройы үшін де өмір сүріп келгенмін да, бірақ Алла тағаланың жолында қызмет қылып жатырмын деп айтпаппын да, негізде Алланың разылығы үшін деп айту керек екенбіз. Бізді тура жолға сала көр, қақырағына ұшыраған және адасқандардың жолына емес, өзің нығметке бөлеген жолға деп тілесең, Алла тағала сондай адамның өміріндегі мәселелерін шешіп береді екен да. Бүгіні мен ертеңін қатты уайымдайтын біз, адамзат баласы, кейде өзіміздің нені қалайтынымызды білмей, әркімнің жасаған амалына қарай әрекет етеміз де, негізі Алла тағала тарапынан қамқорлықты қажетсінеміз. Өйткені бізді бір сәтке де тастай көрмеші, Раббым, мен саған мұқтажмын деп айтқан кезде, осы бір нәрседе үлкен өзгерістер бар. Адам баласы бола тұра кейде ойланбай қадам жасаймыз. Ойланбай, сосын Алла бізді неге жазаладың деп өмірден таяқ жеген кезде біз Алладан көреміз. Негізі біздің қателігімізге Алла тағала жауап бермейді. Проблемамыз болса, басымыздағы үлкен сынақтар болса, оны жасап жатырған Алла тағала жай ғана бізге ескерту беріп жатыр. Ал енді өмірдегі осы бір сынақтардан өзіміз қабілетімізге қарай шынайы түрде сенбестіктен кейін осындай сабақ алып жатырмыз да. Өзіңнің нақты білмейтін нәрсеңнің соңына түспе. Білмегенді білдім, көрмегенді көрдім, естімегенді естідім деп айтпа дейді. Шындығында адам баласы құлақ, көз және жүрек сынды мүшелерді қалай басқарып қолданғанына қатысты жауапқа тартылады екен да. Мен осының бәрін оқыған кезімде үлкен өмірімдегі өзгерістер басталды. Негізі көңіл соқырлығынан пердесін даналыққа Алла тағала жетелейді да. Міне осылайша Алла сендерге терең ойланып ғибрат аларсыңдар аяттарын ашық баяндайды Құранда. Әлі де болса сонау ақиқаттар жайлы ойланып ғибрат алмайсыңдар ма деп жатыр да. Міне Алла сендерге ақыл салып ойланасыңдар, хикметтер түйесіңдер, және Алла тағаланың нығмет екенін, және өте құдіретті иесі екенін, және осы бір әлемді жаратқандығын білеміз да. Шындығында біз өзімізді танымай, өзгені де Алланы да тани алмаймыз. Өзіміздің ненімізді